Мен телефонымды ашсам, қазір күнделікті маған Каспидан мынандай не келеді да, хабарландырулар келеді. Бізде 0024 деген акция болып жатыр, осы дүниені сатып алды. Бұрын ондай көп келмейтін, байқаған жоқсың ба? Бұрын ондай көп келмейтін да. Қазір өте көп келеді. Сосын анадай, біздің магазиннен осындай дүние сатып алыңыз, Каспи Ред қолданыңыз. Каспи Ред қазір 3 ай емес 4 ай болып кетті. Біздің магазинде 0012 мен дүние сатып алыңыз. Жаңа жылға осындай сыйлықтар сатып алыңыз. 8 наурызға сыйлықтар сатып алыңыз. Өте көп Каспидан маған осындай хабарландырулар келеді. Бұлардың барлығы не үшін келеді? Каспи маған өзінің магазинінде ақша жұмсағанды қалап тұр, я. Сосын Каспидан ақша жұмсайын десем, Каспидің мен ақша жұмсап жіберу оп-оңай да. Мысалы, магазиніне кірдім, тіпті қазір дейтін, просто бір-екі кнопканы басам, Каспидің магазиннен бірдеңе сатып алам. Сосын магазиніне кіретін болсам, ол жерде сатып алуға себептер өте көп. Біріншіден, кез келген қалаған тауарым бар. Бұл бір. Екіншіден, менің көзімді қызықтырып, мынандай айфондардың бағасы осынша болып жатыр, мынаның бағасы осынша болып жатыр деп мені көп қызықтырады. Үшіншіден, сатып алайын десем, ақшам бар кезде, ақшамның бір бөлігіне еще бонусы бар ғой жаңағы. Бонусыңды қоссаң, азырақ ақша жұмсайсың деп айтады да. Ақшам жоқ болып жатса, 0024-ке ала сал дейді да. Яғни Каспиді қарасақ, структурасы қандай? Каспи қалай ақша табады? Мен ол жерге неғұрлым көп ақша салсам, және сол жерде сол ақшамды неғұрлым көп жұмсасам, Каспи ортасынан ақша табады. Мысалы, сіздер тұрдыңыздар да айфонды 0024-ке бөліп сатып алдыңыздар да. Бөліп сатып алсаңыздар, ол ешкім просто ақшаны бөлуге бере салмайды ғой. Ортасында комиссиясы бар. Комиссияны Каспи сізге сататын магазинге таңып қояды да. Магазин айтады, сен комиссия төле деп. Магазинде ақымақ емес, комиссия төлей бергісі келмейді да. Сізден алады ол комиссиясын бағасын чуть қымбаттатып қояды да. 0024-ке алмаймын деп просто магазиннен алсаңыз, Каспи сонда да ақша табады. Сол магазиннің ортасында 1%-ның шамасында, 0.95 қойын. Соның шамасында ақша табады да. Яғни, сіз неғұрлым Каспидің ішінде ақша жұмсасаңыз, соғұрлым Каспи көп ақша табады. Мысалы, Каспидің ішінде емес, сіздер барыңыздар да кофе сатып алыңыздар. Кофе сатып алғанда QR мен ақша төлеймін деп айтасыздар да. QR мен ақша төлейтін болсаңыздар, Каспи ақша табады. Одан бірден айтайын, Каспи ешқандай да зұлым емес, ешқандай да Каспи жаман емес, просто Каспи ақша табуды біледі. Сіздер ол ақшаны мысалы Каспи емес басқа арқылы жұмсасаңыздар, басқа жерде де сіз ақшаны жұмсайтын едіңіз, олар да ақша табады. Сондықтан Каспи сіз арқылы ақша табасыз, мен арқылы ақша табады екен деп, Каспи жаман болып кеткен жоқ. Бірақ мен сіздерге бұл видеода Каспи депозитінде ақша сақтамауға 5 түрлі себеп айтқым келеді. Себебі, енді депозитті сіз не үшін ашасыз? Ақша жинау үшін ашасыз да. Ал ақша жинауға Каспи депозитінен де басқа өте көп жолдар бар екенін көрсеткім келеді. Және Каспи депозитінде ақша жинау, ол ақшаны жинамаудың ең жақсы жолдарының бірі екенін көрсеткім келеді. Әрине, бірден дисклеймер жасап алайын. Мен Каспиді жамандап жатқан жоқпын. Каспидің бизнесі жақсы, барлығымызға көмектесіп жатыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, Каспи депозит арқылы ақша жинау мүмкін емес деп айтпаймын. Себебі Каспи депозитінде де ақша жинап жатқан адамдар бар. Бірақ басқа депозиттерде, басқа жолдарда сіздің ақша жинау ықтималдылығыңыз бірнеше есе көбейеді деп ойлаймын. Және соны мен сіздерге дәлелдеп беруге тырысамын. Себебі Каспи бағанағы айтқан сияқты сіздің ақша құртқаныңызды жақсы көреді. Себебі бұл тек қана банк емес. Ал кейбір банктер сіздің ақшаны құртпай, сол банкке ақшаны сақтап шығармай қойғандарыңызды жақсы көреді. Сондай дүниелер бар да. Яғни сіз бизнестің мотивациясы болады. Кейбір банктердің мотивациясы сіз оларға ақша саласыз, мүлде шығармайсыз. Ол сізге де жақсы біріншіден, себебі сіздің ақшаңыз тұрақты көбейе береді. Екіншіден, сол банкке де жақсы. Солай олар көбірек ақша табады, көбірек кредит бере алады да. Сондықтан Каспи депозитке ақша жинамаудың 5 түрлі себебі деп мен негізі Инстаграмда пост алғам. Ол постым 10 000 шақты лайк жинаған. Сондықтан сіздерге барынша қызық болады деген ниетпен осы Каспи депозитке ақша жинамаудың 5 түрлі себебін айтам. Бірақ сонымен қатар депозиттердің структурасы туралы да бірнеше түсініктер аласыздар. Депозиттің қандай түрлері бар, қандай банктерде қандай депозиттер болуы мүмкін. Жалпы негізі депозит деген дүниемен толығырақ танысасыздар да. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сонымен кеттік. Каспи депозитінде не үшін ақша жинауға болмайды? Ол үшін біріншіден мына нені ашайық. Біздегі мен жаңа постымды ашайын Инстаграмда. Еркін ТД деп мен Инстаграмға кірсеңіздер көресіздер. Сол жерде бірінші себепті былай айтқам. Каспи депозиттің пайдасы жағынан тиімсіз. Тек 14% береді.
мысалы басқа депозиттер бар, 14%-дан жоғары беретін депозиттер бар дегенді білдіреді. Ол үшін сіздерге депозиттің түрлерін айтайын. Қазақстанда депозиттердің негізгі 3 түрі болады. 3 түрі болады. Ол депозиттердің 3 түрі қалай аралады? Біріншіден олар мерзімді депозит, орысша ол көбірек, ол сөз орысша көбірек танымал, срочный депозит деп айтылады. Мерзімді депозит. Екіншісі жинақтық депозит деген түр болады, және үшіншісі сұранысқа дейінгі депозит. Жинақтық депозит деген накопительный деп аталады, және сұранысқа дейінгі депозит деген депозит до востребования деп аталады. Сондай не. Айырмашылықтар қандай? Мерзімді депозит дегеніміз, сіз ол депозитті белгілі бір уақытқа ашасыз. Мысалы 6 айға, 12 айға ашуға болады, немесе 3 айға ашуға болады, 24 айға ашуға болады. Бұның ерекшелігі неде? Сіз бұл депозитті ашасыз, қолыңызда бар, мысалы 1 миллион теңге ма, әртүрлі ақшаңызды. Сол депозитке саласыз, содан кейін ол жерден сол уақыт бітпейінше ақша шығара алмайсыз. Мысалы айтайық, 1 миллион теңгені салдыңыз 6 айға. 6 ай біткеннен кейін, 6 ай бітпей тұр, 5 айдың ішінде ақшаңызды шығарып алсаңыз, онда все, проценті күйіп кетеді. Сондықтан сіз ол жерден ақшаны шығармайсыз. 6 ай бойы ұстайсыз. Бұл бір шетінен кемшілік болуы мүмкін, бірақ бір шетінен артықшылық. Себебі сіз процент күйіп кетпесін дейсіз да, 6 айға салдыңыз ба, 6 ай ұстайсыз, ақшаңыз далаға кетіп қалмайды. Тағы бір ерекшелігі, бұл жерде сіз үстінен ақша толықтыра алмайсыз. Мысалы, ақшаны белгілі бір мерзімге банкке бересіз, үстінен ақша салайын десеңіз, салу мүмкіндіктері жоқ. Яғни мерзімді депозит. Егер де бұл сондай ыңғайсыз депозит болса, ақшаны саласың, шығара алмайсың. Үстінен толықтыра алмайсың. Бұндай депозит, сондай мерзімді депозит осындай болса, бұның артықшылығы қандай? Сондай ойлауларыңыз мүмкін да? Артықшылығы бар. Әдетте мерзімді депозиттер проценті жағынан ең көп процент беретін депозиттер. Мысалы, Каспи 14% депозит береді да? Ұлттық банктың пайыздық мөлшерлемесі дегенде, теңгенің тарихы деген видеодан көріңіздер. Ұлттық банктың пайыздық мөлшерлемесіне байланысты болады да, мысалы. Әртүрлі банктер бар, 14% депозит беретін да, тек қана Каспи емес, көп деген банктер 14% береді. Бірақ кейбір банктердің осындай мерзімді депозиттер сіздерге 18%-ға дейін, 17-де 5%-ға дейін береді. Мысалы айтайық, сіз бір 10 миллион теңгеңіз бар, 10 миллион теңгені пока что қайда сала тұрам деп ойлайсыз. Мысалы, Каспи депозитіне салсаңыз, бір жылдың ішінде сіз үстіне 1,4 миллион теңге аласыз. 18% депозитке салсаңыз, 1,8 миллион теңге аласыз. Айырмашылығы 400 мың теңге болып тұр да. Осындай депозиттер бар. Мерзімді депозиттердің негізгі ерекшеліктер сондай да. Яғни пайызы жоғары, бірақ ақша ала алмайсыз, ақша сала алмайсыз. Оған мысалы қандай депозиттер бар десек, мысалы Home Credit банкта акционный деген депозит бар. Немесе Евразия банктарында өте жақсы жоғары депозиттер бар. Яғни оған ақшаңызды саласыз, сосын шығара алмайсыз. Сондықтан депозит ашқан кезде мұқият болыңыздар, ақшаңызды қандай депозитке салып жатсыздар. Ол мерзімді депозит па, яғни әлде сберегательный депозит па, әлде по востребованию ма, сондай да. Сондай жасаңыздар. Мысалы 18% береді Home Credit. Мысалы Береке банктікін тоже алып қойыптым да, 17-де 7% береді. Әдетте мұндай жерлерде, мұндай депозиттерде минимал салым мөлшері болады. Мысалы 100 мың теңге, кейбір жерлерде 15 мың теңге, кейбір жерлерде тіпті 1 миллион теңгеге дейін барады. Сондықтан мерзімді депозит осындай. Каспидің 14% ол мерзімді депозит емес, срочный депозит емес. Екіншісі жинақ депозиттер. Бұл депозиттердің ерекшелігі неде? Пайызы, жаңағы сыйақы мөлшерлемесі мерзімді депозиттерден азырақ. Қазір мысалы 16%-ның шамасында, кейде 16-да 5 болады, 15-де 8 әртүрлі болады да. Ерекшелігі, бұдан кез келген уақытта ақша шығара алмайсыз. Мысалы, бұнда мен 6 ай бойы ақша жинаймын деп депозит ашасыз, кез келген уақытта ақша шығара алмайсыз. Шығарсаңыз процент күйіп кетеді. Бірақ кез келген уақытта үстіне толықтыруға болады артықшылығы. Жаңа айттық қой, мерзім депозитті толықтыра алмайсыз, бірақ мына депозитті үстіне ақша салуға болады. Мысалы, мен 6 айдың ішінде саяхатқа ақша жинағым келеді. Мысалы, саяхатқа 1 миллион теңге жинағым келеді. Менде қазір 1 миллион теңге деген жоқ, бірақ ақшаны просто так жинай бермей, жинап шығара алмайтын жер болса да, бір салам шығара алмайды. Бірақ кез келген уақытта артық ақшам пайда болғанда толтыра беретін болсам, онда ол жақсы депозиттердің бірі да. Сондай депозит маған қажет болса, сіз жинақтық, яғни накопительный депозит деген бөлімді қарайсыздар. Каспидің мынауы накопительный емес та, кез келген уақытта саласыз, кез келген уақытта шығарып аласыз. Сондықтан ондай депозиттің түрлері мысалы әртүрлі жерлерде бар. Айталық, BCC KZ-та мысалы менің мақсатым деген депозит бар. Мысалы, менің мақсатым деген депозит, тоже BCC KZ-тің приложениесіне кіресіз, депозиты десеңіздер, менің мақсатым деген бар. Оның ерекшелігі қандай? Кез келген уақытта ақша шығара алмайсыз. Оны ашқан кезде белгілі бір уақытты таңдайсыз.
6 ай, 1 жыл әртүрлі да. Сол уақытты таңдайсыз да өзіңіздің мақсатыңызды қойсаңыз болады. Мысалы, саяхат. Біреулер мысалы көлік алуға ақша жинаймын дейді. Біреулер там басқа дүние, атауын өзіңіз бере бересіз, соны қоясыз. Тіпті суретін сақ қойсаңыз болады да, өзіңіз саяхатта жүрген суретіңізді сақ қоясыз. Содан кейін оған мысалы шарттар қойса болады. Жаңағы 5 заттан мынандай шарт қоюға болады. Әр апта сайын 10 мың теңгеден менің картамнан өзің суырып ал деп айтсаң болады. Сол кезде сіз тіпті қатыспай қоюға да болады да. Өзі ақшаны суырып алады, өзі шотқа сақ қояды, барып алайын десеңіз аламайсыз. Рахат қой бір шетінен да, андай қаржылық сауатым жоқ дейтін кісілерге рахат та, өзінен шығу. Содан кейін мынандай ереже қойып қоюға болады. Сіз мысалы біреуге перевод жасасаңыз, мен перевод жасасам да, сол мен жасаған переводымның 5%-ын тоже депозитке сақ қой десеңіз болады. Мысалы 200 мың теңгеңіз тұр, 100 мың теңгесін перевод жасасаңыз, 5 мың теңгесін қалған 100 мың теңгеден өз депозитке сақ қояды. Перевод жасадыңыз, салып қойын дейді да. Тоже жақсы да бір шетінен. Ол 5% емес, мысалы 10%, 15-20% өзіңіз қойсаңыз болады. Содан кейін тағы бір дүние, сізге біреу картаңызға ақша жіберсе, картама түскен ақша, мысалы зарплата түседі да, мысалы сол зарплатаға түссе, сол түскен зарплатаның 20%-ын тоже депозитке сақ қой деп айтса болады. Салып қоясыз, одан ақша шығара алмайсыз. Тема, иә. Тағы мынандай ерекшелік бар. Сіз барасыз бір кофе бірдеңе сатып аласыз да, сол картаңызбен. Сол, мысалы, банктен картаңызбен кофе сатып аласыз, мысалы 10 мың теңгеге сатып алсаңыз, кофе жанында бір тамағы бар, бірдеңесі бар, достармен жиналып сатып алсаңыз, сол сатып алған сумманың 10 мың теңгенің мысалы 5% немесе 10%, 1000 теңгесін тоже депозитке сақ қояды. Сөйтеді да, сізге айтпай өзі ақша жинай береді. Егер де күнделікті ақша санаудан сізде проблема болса, бірақ ақша жинау керек болса, жақсы инструменттердің бірі жинақтық депозиттерді қолдансаңыз болады. Бұндай инструменттер тек қана банк центр кредит емес, әртүрлі банктерде инструменттер бар, бірақ бір жақсы анандай мысал ретінде дәл осы дүниені айтсаңыз болады. Үшінші депозит ол сұранысқа дейінгі депозит. Как раз таки Каспийдің депозиті осы. Сұранысқа дейінгі депозит. Яғни кез келген уақытта ақша сала берсеңіз болады, кез келген уақытта ақшаңызды шығарып алсаңыз болады, процент азаймайды. Мысалы, сіз Каспиға дейтін ақшаны саласыз, 100 мың теңге салсаңыз, кейін жұмсайтын кезде любой жерге барып жұмсай берсеңіз болады. Так вот, бірінші себепке енді келейікші. Каспийдің депозитін неге ақша сақтауға болмайды? Себебі пайызы аз. Ең азы осы Каспийдің депозитіндегі пайызы, сұранысқа дейінгі. Бірінші себеп түсінікті болса, ары қарай мен екінші не себеп жазыппын? Соны көрейік. Екінші себеп, Каспий депозиті арқылы алға қойған мақсаттарды орындай алмайсыз деп жазған екен да. Яғни, мысалы, жаңағы банк центр кредитті айттым ғой. Сіздер алдыңызға белгілі бір мақсаттар қоясыздар, сол мақсат көз алдыңызда тұрады да, міне, менің мақсатыма там 5 миллион теңге жинауым керек. Мысалы, жаңағы неде 5 миллион теңгеде банк центр кредитта мысалы мынандай график тұрады да, 5 миллион теңгеге қаншалықты жақындап қалғаныңызды көзіңізге көрсетеді. Еще көзіңіздің алдыңызда сіздің саяхатта жүрген картинкаңыз тұр да, соны ақшаны жұмса жіберейін деп ана депозиттен бүйтіп ашып қалсаңыз, міне тұр сенің көз алдыңда саяхат. Өзіңнен кішкене қимайсың да. Каспий ондай мүмкіндікті бізге бермейді да. Яғни белгілі бір мақсатқа ақша жинау кішкене қиындау. Ол үшін сізге дополнительный есептер, дополнительный ойыңызда жүру керек та. Так, мен мына жерде мынандай жинау. Әрине, Каспий депозитінің атауын типа 5 миллион теңге жинау керек деп қойып қойсаңыз болады, оны ешкім айтпайды. Бірақ сондай сізді мақсатқа жетуге итермелейтін дүние емес. Сізді итермелеуші қосымша дүниелер керек. Әрине, өзінің мақсатын өзі қойып, өзіне өзі мотивация беріп, өзі итермелей алатын адамдар болуы мүмкін, бірақ Каспийдің депозиті сіздерді сондай дүниеге итермелемейді, яғни мақсатыңызды орындауға Каспийдің депозиті сіздерге көмектеспейді. Үшінші себебі, Каспийдің депозитінде мынандай дүние бар, ақшаңызды теңгеде ғана ұстау қауіпті деп жазғанда. Мысалы, әрине, Каспийда да долларовый депозит бар. Бірақ ол долларовый депозитіңіз сіздің анандай да бір орында тұрақтамайды. Мысалы, Каспийда сіз ақшаны салып қоясыз долларовый депозитқа, бірақ кейін ақша жұмсау керек болса, оңай шешіп аласыз, оңай жұмсап кетесіз да. Ортасында комиссиясынан ұтыласыз, плюс еще жұмсалып кетеді. Ал тек қана теңгеде ұстасаңыздар, көрдіңіздер, теңге аяқ астынан құлдырап кетуі мүмкін. Мысалы, 2015 жылы, қателеспесем, 2015 жыл ғой деймін да, 2014 жыл дейікші. 2014 жылы 1 доллардың бағасы 150 теңге болған. 2023 жылы 1 доллардың бағасы 460 теңге болған. Сосын дейтін 443-ке дейін түсті. Қазір 1 доллардың бағасы 520, 525, кейде 530-ға дейін барып қалады да. Сондай теңгеде тұр да. Яғни доллар, теңге құлдырап жатыр. Ақшаңыз тек қана доллармен депозитті, тек қана
теңгеде ұстаған кішкене қауіпті. Тіпті теңгенің депозитында ғана ұстасаңыз да ұзақ мерзімде кішкене қауіпті болады. Сол үшін сіздерге жақсы бір инструменттің бірі, ол ақшаңызды бір жерге салып қойып, желательно оны долларға салып қоясыз да бір жерге. Желательно оны жұмсамайсыздар, желательно ол тұрады. Жақсы бір инструмент. Мысалы, сіз ақшаңызды шығарып аласыз наличкамен, содан кейін барасыз да долларда сатып аласыз да банктағы ячейкаға салып қоясыз. Бір жерден бірдеңе сатып алу керек болса, барып ананы ауыстырып жүрген не вариант та? Немесе долларға шығарып қоясыз да біреуге беріп қоясыз, сенімді, мамаңызға, туысыңызға. Тоже сондай вариант. Үшінші вариант, бұл тоже мен қолданатын мысалдардың бірі, мен мысалы Халық банктың карточкасын жиі қолданбаймын. Бар менде Халық банктың карточкасы, оны жиі қолданбаймын. Бірақ Халық банкта мен долларовый депозит ашып қойғанмын. Артықшылығы қандай айтайын ба? Жылына 1% береді. 1% дегеннің өзі просто жай тұрғаннан гөрі жақсырақ та. Бірақ екінші жерден мен ана долларға тиіспеймін. И кез келген уақытта менде мысалы артық ақша болса, Халық банкқа жіберемін да долларға ауыстырып қоя саламын. Долларға, Халық банкқа долларға түсті деген сөз, ана ақша менде уже жоқ. Мен вообще қарамаймын да ол ақшаға. Себебі мен жұмсайтын кезде, басқа кезде қолымда ең оңай ақшаны жұмсауға мені итермелейтін банк бар, Каспи. Немесе қазір Freedom'ды да қолданып жүрмін, кэшбэктары көп деп. Сонда солармен ғана жұмсаймын. Яғни ең сіз қолданбаймау деген, ең сирек қолданам деген депозитке ақшаңызды ауыстырып қойсаңыз, сол кезде сізге кішкене ақшаны жинауға көмектеседі. Және төртінші себепті мен уже алдын ала біліп тұрмын, не жазғанымды, но оқып бере салайын. Ұзақ уақытта акциялар жақсырақ табыс береді деп жазғам. Яғни ұзақ уақыт акциялар жақсырақ табыс береді дегеніміз, сіздер мысалы ақшаңыздың барлығын в принципе тек қана депозитте сақтаудан көрі кейде акциялар сатып алсақ болады. Мысалы, Каспидің депозитімен салыстырайық та, Каспидің акциясын көрейікші. Қанша болды? Мысалы, кассадан көрейік та. Мысалы, Каспидің акциясын, мен қазір график ашылсын. Соңғы бір жылды көру үшін мен мына жерден бүйтіп ашайын. Каспидің акциясы, мысалы 24 жылдың басында. 24 жылдың басында Каспидің бір акциясының бағасы 44 мың теңге болған екен. 24 жылдың басында Каспидің бір акциясының бағасы 44 мың теңге болған. Қазір Каспидің бір акциясының бағасы 54 мың теңге. 10 мың теңгеге қымбаттаған. 10 мың теңге деген қазір процентпен есептей салайыншы, чтобы сіздерге айтуға оңайырақ болу үшін. 10 мың теңгені бөлейік 44 мың теңгеге. Примерно 22%-ке қымбаттаған. Енді кішкене бұл жерде депозиттен гөрі рискі көбірек. Депозит сізге тұрақты 18% табыс берсе, мынау сіздерге 22% табыс беріп тұр да. Яғни 1 миллион теңгені салсаңыздар, депозит сіздерге ақша шығара алмайтын депозит сіздерге 180 мың теңге үстіне қосып беруі мүмкін. Мынау 220 мың теңге қосып береді. Бірақ сонымен қатар Каспи 4 рет дивиденд берген. Яғни өзінің бағасы 22 мың теңгеге өссе, сонымен қатар кварталына бір рет әр акциясына 850 теңге дивиденд берген. Мысалы, сол кезде 1 миллион теңгені айтып жатырмыз ғой. Сіз Каспидің акциясын сатып алсаңыз, сізде 22 штук Каспидің акциясы келеді екен. 22 штукқа сіз дейтін 850 теңгеден 4 рет алсаңыз, бағанағы 220 мың теңгенің үстіне қосымша 77 мың теңге аласыздар. Жалпы алған кезде примерно 29% табыс береді. Бірақ бұл тек қана Каспидің акциясы емес. Мысалы, Халық банктың акциясы, басқаның акциясы, егер де сіз бір жылға емес, мысалы 4-5 жылға жинаймын десеңіздер, депозиттен көрі акциялар көбірек табыс береді. Сондықтан сіздер тек қана ақшаның барлығын депозитте ұстамай, бір бөлігіне акцияны сатып алу, немесе тағы да бір видео түсірдік біз алтынға байланысты. Сол алтын сатып аламын деген сияқты әртүрлі варианттарды да қарастырып көрсеңіздер болады. Яғни осындай табыс береді. Және соңғы пункт былай айтқам, кредиттары бар адамдар үшін, кредиті және ипотекасы бар адамдар үшін ақшаны депозитке салып қойғаннан көрі кредитті досрочный погашение жасау намного выгоднее. Мысал ретінде calcus.ru деген сайтты ашайық. Сол жерде кредитті есептеп көрейік та. Сізде мысалы 1 миллион теңгені 5 жылға кредитқа алдыңыз делік. Біздің Қазақстанда 25% деген ол нормально да. Осы 25%-ға 5 жылға кредитті алсаңыздар, сіздерде ай сайын төлейтін төлеміңіз 29 мың теңге болады. Үстіне қосылатын проценті 760 мың теңге болады. 5 жыл ішінде. Яғни жалпы сіздер
1 миллион теңге аласыздар, төлейтініңіз 1 миллион 760 мың теңге болады. Осы Каспийда сондай кредит алсаңыз, немесе халық банк, кез келген банкте сондай кредит алсаңыз. Ал енді сіздер айталық, қолдарыңызда бір қазір артық 100 мың теңге бар. Осы 100 мың теңгені мен 5 жылға депозитке салайын ба, или қазір осы кредитінің процентін азайтайын ба десек, сіздер бірден ойланасыздар. Біріншіден, логично қарайтын болсаңыздар, кредиттің сомасын азайтсаңыздар, сіздер ұтуларыңыз керек. Себебі кредит сізге 25% беріліп жатыр, ал депозит сіздерге 14% беріледі да. Но соны дәлелдеп көре салайық та. Ол үшін мысалы добавить досрочный платеж дейміз. Сіздер досрочный жабуға тырысып жатсыздар да. Досрочный платеж дейміз. Келесі айында мысалы бірден келесі айында сіздер кредитті досрочный жапқыларыңыз келуі мүмкін. Суммасы 100 мың теңге, иә. 100 мың теңгені жауып жатсаңыздар, мысалы Каспий кредиттарда, басқа кейбір көп кредиттарда уменьшить срок, уменьшить платеж деген сіздерге вариант береді. Уақытын азайтыңыздар, уменьшить срок деп. Соны басып рассчитать деп есептесек, сізде уже кредитіңіздің проценті 555 мың теңге ғана қалады. 760 мың теңгенің орнына 555 мың теңге ғана қалды да, таза сіздің үнемдейтін ақшаңыз 205 мың теңге. Яғни сіздер 100 мың теңге салдыңыздар, 100 мың теңгенің үстіне 205 мың теңге пайда көрдіңіздер, кредитіңіздің уақытын 10 айға азайтып тастадыңыздар. Тема ма? Тема. Енді дәл осы дүниені инвестиция калькуляторына ашайық, калкустың депозитке салсаңыздар қанша ақша болатын еді? Калкустың тура жаңа сайтын ашайық та, инвестицияға салайық, депозитке салсаңыз. Сізде мысалы 100 мың теңгеңіз бар, бірден депозитке салып қойдыңыз, 5 жылға ставкасы 14%, одан түсіп кетуі мүмкін, білмеймін, бірақ 14% дей берейік, реинвестировать доход дейік та, мұнда 0% дейік. Дополнительное вложение 0 теңге дейтін болсақ, сізде 200 мың теңге жалпы жиналады екен. Енді қарайық, енді бір ай деген плюс-минус жаңа есептеп қойдық, но жалпы 5 мың теңге сіздер артық болып тұр. Бірақ бұдан бөлек, 5 мың теңгеден бөлек айырмашылығы 100 мың теңге салып, ана 100 мыңға сіздер бір депозитке салсаңыздар, 5 жыл бойы күтулеріңіз керек, 100 мыңға тиіспей, немесе кредитіңізға 100 мыңды бірден салып, кредиттің уақытын 10 айға азайтуларыңыз керек, плюс еще 5 мың теңге плюста қолданыңыз керек. Жоқ, өтірік айтам, 200 мың теңге емес, 100 мың теңге пайда береді екен ғой депозит. Жалпы ақшаңыз 100 мыңыңыз 200 мыңға айналады, бірақ таза пайдасы 100 мың теңге береді, 5 мың емес, сондықтан 105 мың теңге артық болып тұр да кредиттің ақшасы. Плюс еще 10 ай үнемдеп тұр. Сондықтан 5-ші себебіңіз, егер де кредиттарыңыз, ипотекаларыңыз бар болса, проценті енді примерно 20%-ің, 19-20, кредиттарыңыз 25%-ің шамасында болса, онда сол 100 мың теңгеңізді просто так депозитке салып қойғаннан гөрі, кредитіңізді досрочно погашение жасап, уақытын азайтып қойғандарыңыз сіздерге ыңғайлырақ, тиімдірек, пайдалырақ болады. Уақытын азайтасыздар, плюс еще процентінен ұтасыздар. Дәл осылай 5-ші себеп. Тағы бір 6-ші себеп бар. Оны мен точно білем, 6-ші себеп бар екен, бірақ оны сіздер жазыңыздар. Себебі мен айтпай қалған себептер өте көп. Астына сіздер комментарийға жазсаңыздар, мысалы Каспий депозитке не үшін ақшаны сақтамайтын едіңіздер, 6-ші себепті жазыңыздар. Бірден айтайын. Бұл видео арқылы мен Каспийді жамандағым кеп тұрған жоқ, басқа істегім кеп тұрған жоқ. Мен Каспийді жақсы көрем. Каспий туралы түсірген осы видеода, YouTube'да видеом бар, Каспий туралы жақсы көріп түсірген видеом бар. Бірақ кемшіліктері де бар, кемшілік деп айту керек. Менің өзімнің қалтамда Каспийдің акциясы бар. Сіздер Каспийға неғұрлым көп ақша салсаңыздар, Каспийға неғұрлым көп ақша құртсаңыздар, Каспийдің акциясы арқылы мен жақсы ақша табам. Бірақ кемшілік деп айту керек. Сондықтан барлығын ашық айтайық, себептерін өздеріңіз жазыңыздар. Ал егер де бұл видео сіздерге пайдалы болды, осындай да екен деп ойланып қалған болсаңыздар, немесе ана себептердің барлығының 5 себептің кемінде біреуі сіз үшін мынау шындық, жиза деген дүниелер болса, онда лайк басыңыздар, комментарийға ойларыңызды жазыңыздар, поделиться деп туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Себебі Каспий депозитінде барлық ақша ұстайды, бірақ депозиттің да басқа түрлері бар екенін біліп жүрсін. Дәл солай сіздер айналаңыздағы адамдардың өздеріңіздің қаржылық сауаттарыңызға көбірек үлес қосасыздар, және қаржылық сауаттылықты таратуға, дамытуға тырысып жатқан менің YouTube каналыма да үлестеріңізді қосасыздар. Сондықтан қолдауларыңызға рахмет. Келесіде кездескенше.